УЕФА талаптарына байланысты 2024 жылдан бастап еліміздегі барлық стадионның астында жылу болу керек. Ел стадиондарына деген талаптың күшеюіне орай УЕФАның халықаралық талаптарына сай Түркістан Арена стадионында жылыту және су бұру жүйелері орнатылды. Сондай-ақ алаң толық ауыстырылып, табиғи көгал төселді. Жаңарған стадионда Қазақстан футбол федерациясы инспекциялық жұмыстары жақын күндері жүргізеді. Облыс орталығындағы құрылыс алаңдарын аралаған Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды стадиондағы жаңарту жұмыстарымен танысты. Жауапты басшыларға бірқатар тапсырмалар берді. Стадион алаңына Испанияда өндірілген жасанды көгал төселді. Жасанды төсем УЕФАның барлық заманауи талаптарына сай келеді. 12 000 көрерменге арналған футбол алаңдары үшін халықаралық және ұлттық құрама командалары ойындарын ойнатуға рұқсат берілгенін ескерсек, Түркістан Арена стадионына қосымша 5 000 көрерменге арналған орындықтар қосу жоспарланып отыр. Айта кетейік, Түркістан Арена орталық стадионында 2022 жылы спорттың бірнеше түрінен облыстық қалалық іс-шаралар, жергілікті футбол клубтары ел біріншілігінде футбол ойындарын өткізген. Стадион футбол алаңынан бөлек спорт кешенінің қызметін атқарады. Кешен бокс, гимнастика, йога, ауыр атлетика, тренажер, фитнес залдарымен жабдықталған. Мұнда барлық спорт үйірмелерде балаларға тегін сабақтар ұйымдастырылған.